Бас қала мерекесі қарсаңында Қашаған Күржіманұлы атындағы номері 8-ші орта мектебінің жанынан ашылған Балдырған демалыс лагерінде Асқақтай бер Астана атты мерекелік шара өтті. Аталмыш шара Асқақтай бер Астана деген тақырыппен сурет сайысы, Жайнай бер Астана атты тәрбиелік сағаты және кішкентай бүлдіршіндер арасында көңілді старт жарысымен 3 бағытта өтті. Мерекелік бағдарлама Астана күні құрметіне арналған концертпен жалғасты. Мұнда көптеген патриоттық бағытта әндер шырқалды. Тек қана мектеп жанындағы лагерлерге ғана қалалық бөлімі тарапынан ұйымдастырылады. Ал қаладан тыс жерлерге Өземнайгаз акционерлік қоғамының демеушілігімен ғана ұйымдастырылады. Ол тек қана Қырым, Украинаның Қырымда балалар демалуда қазіргі таңда. Мүжәс отбасы балалары, аз қамтылған отбасы балалары, жартылай жетім, тұлдыр жетім балалары қамтылуда. Басқа қалаларға, Алматыға, Көкшетау, Турция, Кендірлі және де басқа лагерлерге ол тек қана мекемелер тарапынан кететінін халыққа ескерткіміз келіп тұр. Тамаша сазды әндерімен, Астана туралы тақпақтарымен лагер демалушылары еліміздің Астанасына деген сый құрметін осылай жеткізді. Отанына деген сүйіспеншілігінің дәлелі ретінде балғындар мемлекетіміздің елтаңбасы бейнеленген жалаушаларды әрбір әуенге елітіп, жоғары көтере былғап тұрды. Барша қазақ халқының мерекесі, сондықтан да бүгін біздің лагер демалушыларының арасында да осындай мерекелік шара ұйымдастырылып жатыр. Әрқашанда елімізде бейбітшілік болсын, аспанымыз ашық болсын, демалып, күліп ойнап, ашық аспан аясында тәуелсіз Қазақстанның туы биікке желбірей берсін. Мереке құтты болсын. Қалалық білім беру басқармасы Өземнайгаз ашық акционерлік қоғамының басшыларына балаларды жазғы демалыс лагеріне жіберуіне демеушілік жасаған үшін алғысын айтады. Таңат Нәренбай, Қуандық Қаниев, жаңалықтар.